Жоластыра берейік. Осыған байланысты глюкокортикоидтардың енді қолдануға көрсеткіштер шығады. Бұл ең біріншісі Аддисон ауру кезінде бүйрек үсті безінің жетіспеушілігі, яғни сол жетіспеушілігін алмастыратын терапия құралы ретінде қолданады. Аддисон ауру кезінде бізде осы глюкокортикоидтардың бүйрек үстінде безінде түзілуі нашарлайды. Сондықтан да қосымша осы глюкокортикоидтарды енгізу арқылы біз қалпына келтіре аламыз, организмде баланс ұстай аламыз. Одан кейін екіншісі қабынуға қарсы терапияда. Бұл қабынуға қарсы терапияда қолданғанда өте ауыр инфекцияларды қолданады. Ең алдымен бірінші қабыну стероид емес дәрілер беріп көреді. Егер олардың әсері болмай жатқан кезде біз қабынуға қарсы осы глюкокортикоидтарды береміз. Олар осы дәнекердің диффуз аурулары, ревматизм, ревматоидты артрит, бехтереев аурулары кезінде, гломерулонефриттің ауыр түрлерінде, гепатиттің ауыр түрлерінде, көз ауруларында, тері ауруларында, қабыну дерматозы, псориаз, экзема кезінде осы препараттарды беретін боламыз. Сонымен қатар олар антиаллергиялық терапияда қолданады, бронх демікпесінде. Өйткені жаңа айтқандай, бұлар негізі бронх демікпесі аллергеннің арқасында жүзеге асады. Осы аллергенді глюкокортикоидтар тежей алады, және иммуносупрессивті әсер арқылы. Сол үшін де біз бронх демікпесі кезінде, сонымен қатар анафилактикалық шок кезінде қосымша глюкокортикоидтарды береміз. Одан кейін тамыр қабырғасының жалпы мембраналарының өткізгіштігін төмендету үшін бас миының және өкпенің жедел ісінулер кезінде, олар ісінулер кезінде ең басты патогенез ол тамыр қабырғасының өткізгіштігінің артып кетуі. Осының әсерінен шок, мысалы токсикалық немесе пневмониялық түрлерінің шоктың кешенді терапиясында қолданылады. Шок коллапс кезінде негізі осы қан тамырларының өткізгіштігі артып кетеді, дағы жалпы қан көлемі төмендеп кетеді. Осының алдын алу үшін, жалпы осыны басу үшін тамыр қабырғасының өткізгіштігін төмендету үшін осы глюкокортикоидтарды қолданамыз. Одан кейін қан жүйесіне әсер ету бойынша лимфоидты лейкозбен, лимфомамен ауырған кезде. Лейкоз немесе лимфома дегеніміз ол сүйек кемігінде арнайы ісігі, сүйек кемігінің қатерлі ісігі. Бұл кезде эритроциттер, тромбоциттер мүлде азайып кетеді, дағыны лейкоциттердің саны өте қатты өсіп кетуі мүмкін. 100-200 есе қатты өсіп кетуі мүмкін. Сол кезде осы лейкоциттердің санын төмендету үшін береміз. Сонымен қатар жаңа айтып өткен ағзалар мен тіндерде трансплантациялау кезінде трансплантациядан бас тарту реакциясын басу үшін осы глюкокортикоидтарды қолданамыз. Енді глюкокортикоидтардың емдеуінің тактикасы қандай? Бұлардың емдеудің екі түрі бар, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді. Қысқа мерзімді ол глюкокортикоидтар дәрілер бір рет немесе бірнеше күн ішінде ғана енгізіледі. Ал ұзақ уақыт бойы ауыр патологиялар жағдайлар кезінде ғана ұзақ уақыт бойы глюкокортикоидтарды қолданады. Таблеткалардың дәрілік формуларын тағайындау кезінде хронобиологиялық ерекшеліктер мен заңдылықтарды ескеру қажет. Бүйрек үсті безінің қыртысының басылу қаупін және организмнің инфекцияға спецификалық төзімділігін төмендететін дәрі-дәрмектерді күн сайын тағайындауға тырысу керек. Және де бұлардың ерекшелігі глюкокортикоидтар негізі организмнің бүйрек үсті безінен олар әрдайым таңертең мезгілі өндіріледі. Сондықтан да біз бұл гормондық дәрілер болғандықтан бұларды күнделікті таңертеңгі уақытта бір рет енгізеді. Енді глюкокортикоидтардың жаңа айтып кеткен фармакологиялық ерекшеліктеріне, әсер ету механизмдеріне сәйкес бұлардың жаңа мәселелері шығады. Біріншісі ол гипергликемия феномені. Жаңа айттық, ол не үшін болатындығын, инсулинге резистенттілік дамығандықтан организмде глюкоза жасушаға енбейді дұрыс, содан организмде гипергликемия дамиды. Осыдан арнайы стероидты қант диабеті деген ауру шығады. Одан ақуыз синтезінің төмендеу пайда болады. Бұдан бұлшық ауруы, бұлшық шаршауының жоғарылауы, остеопороз, кешіктірілген жарларды емдеу,
тератогенді әсерлер шығады. Осыған байланысты балалардың дамуының өсуінің артта қалуы балалардағы рахитке әкеледі. Егер көп қолдансақ, ішек шырш қабығының жаңа көріністерінің өршу немесе пайда болуы, ә, пролиферация процестерінің тежелуі, одан кейін линзаның бұлыңғырлануы, катарактаның дамуы, тітіргенгіштіктің жоғарылауы, сонымен қатар қан қысымының жоғарылауы болады, және өйткені минералдық әсер болғандықтан тұз бен сұйықтықтың сақталуы болуы мүмкін. Одан кейін майды қайта бөлу, май алмасу бұзылуынан ай тәрізді бет, бүйвол тәрізді өркеш дамиды. Осылардың барлықтарын есте сақтаңыздар. Бұлар неде сұрақта да және де ситуациялық есептерде де міндетті түрде келеді. Одан кейін иммунитеттің төмендеуі, иммуносупрессивті әсер, ол сұйық тиюінің, егер біз осы глюкокортикоидтарды дұрыс қолданбайтын болсақ, организмдегі иммунитет мүлдем төмендеп кетеді. Сондықтан да ол иммунитет төмендеген адамға любой ауру тез жұғады. Яғни адамға суық тиюда өте тез болады. Және де глюкокортикоидтардың ерекшелігі, бұларда да абстиненттік синдром дамиды. Яғни оларды бірден тоқтатып қойған жағдайда оларда ол тоқтату синдромы дамиды. Сондықтан глюкокортикоидтарды бірден тоқтатпайды, оны ұзақ қолданғаннан кейін дозаны өте баяу азайту керек. Енді глюкокортикоидтардың тағайындауға қарсы көрсеткіштері. Олар қантты диабет кезінде, өйткені гипергликемиядан, остеопороз кезінде, өйткені бұл наркоздарға байланысты, жүктілік кезінде, бірақ жүктілік кезінің кейбір түрлерінде қолданады. Мысалы бета-метазон сияқты дәрілерді пациентті қолданып өтпегендіктен оны қолданады. Оны асқазан жарасы кезінде, жара процесінің болуы кезінде, гипертониялық ауру кезінде, өйткені жаңа айтқан гипертензияны шақырады, эпилепсия кезінде қолдануға бұларды болмайды. Енді глюкокортикоидтардың бұлардың препараттарының кейбіреуін тоқталып өтсек, бұлар үшке бөлінеді: қысқа әсерлі, орташа әсерлі және ұзақ әсерлі болып. Қысқа әсерлі глюкокортикоидтар ол кортизон мен гидрокортизон жатады. Кортизон негізі таблетка түрінде қабылданады, ол организмге түседі, ол ары қарай бауырға барады дағы гидрокортизонға айналады. Гидрокортизон ол кортизонның как белсенді түрі. Сондықтан да кортизонда жергілікті қолданылмайды, тек қана ауыз арқылы, через бауыр арқылы қолданады. Ал гидрокортизонда ол біз жергілікті де қолдануға болады, немесе таблетка түрінде де ішсек болады. Гидрокортизонды осы әртүрлі терге жергілікті аутоиммун ауруларда, әртүрлі псориаз немесе терінің ауруларында қолданамыз. Одан кейін гидрокортизон жаңа айтқан тез әсер етеді, бірақ әсер ету ұзақтығы қысқа, және де жедел бүйрек үсті бездің жеткіліксіз кезінде парентералды жолмен таблетка түрінде қолдана береміз. Одан орташа әсерлі препараттар ол преднизон, преднизолон, метилпреднизолон, триамнолон. Бұлардың күші қысқа әсерлі препараттарға 4-5 есе күштірек. Бұлардың әсер ету ұзақтығы 12-36 сағатқа созылады. Бұлар ауыз арқылы, көктамыр арқылы бұлшықетке, буынға жергілікті түрде әртүрлі өзінің ерекшеліктеріне байланысты қолданыла береді. Одан кейін глюкокортикоидтар, ұзақ әсерлі глюкокортикоидтар, олар 36-72 сағат бойы әсер етеді. Бұлардың қысқа мерзімді препараттарға қарағанда 25 есе күштірек әсер етеді. Оған бета-метазон, тексаметазон жатады. Бета-метазонның ерекшелігі ол жүктілік кезінде қолдануға болады. Бұдан басқа да препараттар бар, олар ингаляцияға арналған, фтор қосылған препараттар бар. Бекламетазон сияқты, метилбекламетазон сияқты. Бұлар ингаляцияда бронхиальный астма кезінде осы аллергенді жою үшін қолданады. Так, осымен бізде қабынуға қарсы заттар бітті. Сұрақтарыңыз бар ма? Бір адамнан сұрайын ба?
сұрақ бар ма? Жақсы. Онда біз келесі неге көшейік. Бүгін қабынуға қарсы препараттардан сұрағың жоқ қой, иә? Одан ары. Жоқ, жоқ. Препараттар толық айтылды ғой, иә? Барынша айттым, иә. Қалғандарын, может, препараттардың әрбір ерекшелігі ол Харкевичте жазылған. Бір қарап шықсаңыздар болады өздеріңіз. Жақсы. Енді ұйықтататын дәрілерді талдайық. Дәрілер. Ұйықтататын препараттар. Олар негізі ұйықтататын препараттар, тырысуға қарсы препараттар. Олардың көбісі негізі орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Мысалы өттік қой, мысалы холинергия, адренергиялық заттар, олар перифериялық заттарға, перифериялық орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Ал бұлар орталық жүйке жүйесіне миға тежеуші әсер береді, немесе олар ынталандырушы әсер етеді. Бұлар мидан, сопақша мидан жұлыннан тұрады. Орталық жүйке жүйесінің қызметтерін білесіздер, олардың өңдеу, олардың импульстарды жіберу, ол жерде қозғалғыштықты нейроэндокриндік реттеу бүкіл осы ми арқылы жүзеге асады. Қимыл қозғалыс осы әртүрлі мидың әртүрлі бөліктеріне әсер ету арқылы ұйықтататын дәрілер өзінің қызметін атқарады. Жалпы негізі ұйқы дегеніміз не? Ұйқы дегеніміз ол организмнің ақпарат өңдеу немесе өнімділікті, яғни работоспособностьті қалпына келтіру үшін физиологиялық процестердің баяулауы. Яғни ұйықтаған кезде бізде физиологиялық бүкіл процестер баяулайды. Соның әсерінен как восстановление болады ұйқы арқылы. Ұйқының түрлері бар. Ұйқының түрлері ол табиғи ұйқы, ол ырғақты, түнгі ұйқы, қалпына келтіретін. Қалыпты ұйқы 6-10 сағат болады. Адам тез ұйықтап қалады. Және баяу және жылдам ұйқының бірінші кезекте алмасу болады, яғни фазалардың алмасуы, және оятқанда жеңіл оянады. Және адам тұрған кезде табиғи ұйқыда адам өзін сергек және жақсы демалған сезінеді. Енді бізде емдік ұйқы бар, ол дәрілік, гипноздық, электроұйқылық, талып қалу деген сияқты. Бұлар емдік ұйқылардың табиғи ұйқылардан айырмашылығы бар. Олардың фазасында немесе адам оятқан кезде оянудың қиындауы пайда болады, немесе қанша ұйықтаса да емдік ұйқыда олардың ұйқысы қанбауы мүмкін. Фазалардың дұрыс алмаспағандықтан, ұйқы фазалардың дұрыс алмаспағандықтан қазір оған да тоқталып өтеміз. Одан кейін патологиялық ұйқы деген бар, ол сандық және сапалық бұзылыстар ұйқының. Енді ұйқының фазаларын тоқталып өтсек, ұйқының фазасы біз өткен болатынбыз бұрын мектепте зерттік, ол баяу ұйқыдан және тез ұйқыдан тұрады. Баяу ұйқы организмнің 75-80 ұйқының 75-80%-ін алады. Ал тез ұйқы ол 20-25%-ін құрайды. Яғни примерно 6 сағат, 2 сағат. Бұл баяу ұйқыда адамның физиологиялық, яғни бұлшықтері немесе физиологиялық организмі қалпына келеді. Ал тез ұйқыда адамның миының белсенділігі, яғни оның есте сақтауы, қабілеті, ойлану жүйесі, оқу, сондай мимен жасалатын жұмыстар осы тез ұйқы барысында қалпына келеді. Ол тез ұйқы барысында ол түс көру, көздің жылдам қозғалысы болады.
ал баяу ұйқыда ол тыныш жай болады. Және мысалы ұйқыға кету кезінде мидағы электр өрісі осыны көрсетіп берсе, ал тез ұйқы кезінде, түс көру кезінде ол мидағы электр өрістер осындай тез жылдам өрістейді, яғни электр алмасуы жоғарылайды деген сөз. Енді ұйқының кету, ұйқыға кетуінің бұзылуы, ұйқының тереңдігінің бұзылуы, түстің ұйқы, мазасыз армандар, жиі ояну, осы ұйқының тереңдігі бұзылады, яғни сәл түтсе оянып кетеді деген сияқты. Ұйқының ұзақтығының бұзылуы, адам ол ұйқының болмауы, ұзаққа созылған соңғы ояту, ұзақтылығы, немесе адам сәл ұйықтайды да оянып кете береді, немесе ол ұзақ ұйықтайды бірақ ұйқысы қанбайды. Ұйқысы дұрыс болмау, осы ұйқының бұзылыстарына жатады. Және ұйқының құрылымының бұзылуы ол фазалық қатынастардың бұзылуы, немесе ұйқының синхронизациясы. Мысалы әуе саяхат кезінде ұзақ уақыт табиғи жарықтың болмауы, мәжбүрлі ұзақ ояту пайда болады. Мысалы олар әншілерде немесе әртүрлі өнер адамдарында болуы мүмкін. Олар көбінесе гастрольдік сапарлармен мында ұшады, әуе саяхатына көп жүреді. Сол кезде адамның ұйқысы бұзылуы мүмкін. Оған қазір тоқталып өтетін боламыз. Жалпы организмде ұйқының эндогенді регуляторлары бар. Олар ұйқының фазасын алмасуына, дұрыс ұйықтап кетуге бүкіліне әсер етеді. Мысалы серотонин ұйқыны дұрыстайды, мелатонин оның фазаларын дұрыстайды. Мелатонин ол эпифизден бөлінетін арнайы гормон. Мысалы біз бір 10-дарда 11-лерде жатып таңертең 2-де тұрсақ, ұйқымыз қанып тұрады. Ол әрине осы мелатонин арқасында. Мелатонин осы фазалар реттеледі. Ал мысалы біз түнгі 2-де 3-те ұйықтап түске дейін ұйықтасақ та кезі ұйқымыз қанбауы мүмкін. Яғни бұл жерде мелатонин дұрыс бөлінбеді. Осы эндогенді факторлар, ұйқының эндогенді факторлар дұрыс бөлінбегендіктен адамның ұйқысы қанбауы мүмкін. Сонымен қатар гамма, энкефалиндер, эндорфиндер, әртүрлі гистамин, ацетилхолин, дофамин сияқты нейромедиаторлар да осы ұйқының реттелуіне қатысады. Енді осы ұйықтататын препараттар бар. Ол ұйықтататын препараттың басты мақсаты ұйқының басталуын жеңілдету, оның тереңдігін, фазасын, ұзақтығын қалыпқа келтіру, түнгі оятуды реттеу болып табылады. Енді бұлардың ұйықтататын дәрілер екіге бөлінеді. Гамма-аминомай қышқылының рецепторларының агонистері және де басқа да препараттар болып. Енді осыларға біріншісі барбитураттар жатады. Бұл барбитураттар сонымен қатар эпилепсия кезінде де, тырысу кезінде де қолданады, бірақ оның ендігі сабақта талдаймыз. Бұлардың эпилепсиялық қасиеттерін. Барбитураттар қолдану аясы біріктірілген гипноздық препараттардың бір бөлігі ретінде гипоксия немесе мидың отты зақымдануынан қорғайтын агенттер, эпилепсияны емдеуге арналған агенттер болып табылады. Бұлардың әсер ету механизмі қандай? Негізі жалпы алғанда гамма-аминомай қышқылы дегеніміз ол нейромедиатор. Бұл нейромедиатор ол орталық жүйке жүйесіне тежеуші әсер ететін, яғни орталық жүйке жүйесін реттеп тұратын нейромедиатор. Егер біз гамма-аминомай қышқылын жоғалтатын болсақ, онда орталық жүйке жүйесі тежеледі. Орталық жүйке жүйесі тежелсе, адам ұйқыға кетеді. Яғни гамма-аминомай рецепторларының аллостериялық активтенуі, хлоридтік каналдардың ашылуы кезеңнің ұзақтығын арттырады. Бұлардың бензодиазепиндердің айырмашылығы хлоридтік арналардың ашылу жиілігі тез толқынды ұйқыны азайтады, бауыр микросомаларын индукциялайды, тәуелділікті дамыту немесе улану қауіпті, аса қауіпті, жеңіл улану үшін бемегрит қолданылады. Әсер ету механизмі бірінші гамма-аминомайды жоғарылатады, өзінің рецепторларына әсер етеді. Сол рецепторларға әсер еткеннен гамма-аминомай қышқылы жоғарылайды. Соның әсерінен хлор каналдары ашылады. Хлор каналдары ашылғандықтан ол орталық жүйке жүйесіне тежеуші әсер береді.
Осының ішінде барбитураттардың ішінде ең көп қолданатын ол фенобарбитал. Бұлар ұйықтататын, тыныштандыратын, спазмолитикалық және эпилепсияға қарсы әсерге ие. Ол орталық жүйке жүйесінің ретсіз депрессиясына байланысты. Енді біріншіден бұлардың фармакологиялық әсерлері. Бұлар ұйықтатқыш әсер етеді. Жаңа айтқандай, бұлар ішкеннен кейін 30-50 минуттан кейін адам ұйқыға батады. Орта есеппен 8-10 сағатқа созылады. Аз мөлшерде қолданғанда ол седативті тыныштандырғыш әсер етеді. Яғни өйткені орталық жүйке жүйесін тежеді. Соның әсерінен адамда тыныштандыру, адам тыныштанады. Сонымен қатар транквилизациялаушы, яғни анкисилиатик әсер етеді. Құсуға қарсы әсері эпилепсия ауруын емдеуде қолданылады. Негізгі дәрілердің бірі. Өйткені құрысудың өзі, эпилепсияның өзі осы орталық жүйке жүйесінен дұрыс импульстер бөлмеген кезде қан қабылшықтарының қатты жиырылып қалуынан момент. Осы орталық жүйке жүйесін тежеген кезде эпилепсия басылады. Одан потенциялаушы әсер ол бауырдың микросомалық ферменттерінің белсенділігін арттырады. Қолдануға көрсетілімдері ұйықтататын дәрі ретінде ұйқысыздықтың барлық түріне тағайындайды, бірақ бұларды қазіргі уақытта көп қолданбайды. Фенобарбиталдар, яғни ұйықтататын дәрі ретінде көп қолданбайды, өйткені олардың жаңа мәселелері өте көп. Бұлар көбінесе тырысуға қарсы заттар ретінде қолданады. Науқас егер ұйықтататын дәрі ретінде қабылдайтын болса, ол науқас таблетканы ұйықтардан алдын 40-50 минут бұрын қабылдау қажет. Одан кейін екінші қасиеті ол бауырдың қызметін ширықтырады. Соның әсерінен билирубиннің зат алмасу қамтамасыз етіледі. Ол глюкаронил трансфераза ферменттің түзілуін күшейтеді. Сол үшін бұл сарғайы ауруларына қолданады. Яғни билирубиннің зат алмасын реттеу үшін. Сарғайы аурулары, мысалы, әртүрлі сарғаулар болуы мүмкін. 3 түрлі сарғайы бар. Механикалық сарғаю, гепатиттердің бұзылуынан, немесе көп гемолитик сарғаю деген сияқты. Осы сарғай аурулардың жалпы ол сарғай аурулары ол билирубиннің көп бөлініп кетуінен болады, қанға түсіп кетуінен пайда болады. Егер осы билирубиннің зат алмасуын реттейтін болсақ, ол сарғаю кетеді. Яғни осы фенобарбиталды сарғаю ауруын емдеу үшін де қолданады. Одан кейін эпилепсия қыса түсті. Эпилепсияның үлкен ұстамаларын емдеуге қолданылады. Одан кейін жаңа мәселелері. Бұл препараттардың жаңа мәселелері өте көп. Ең бірінші әсер ол әсерден кейін әсер. Мысалы, адам бір рет ұйықтату үшін ішті, бірақ ертесі күні тағы да оның ұйқысы қанбаған. Өйткені науқаста келесі күні ұйықтан тұрғанда әлсіздік, қалжырау, психомоторлық реакцияның бұзылуы, адинамия, ұйқыға қанбау сезімі, ұйқышылдық, тітіркендік, жүрек алу сезімдері болады. Оның себептері фенобарбитал микросомалық ферменттердің индукциясын тудырады. Бауырда өндірілетін әртүрлі биотрансформацияны стимуляциялайды. Және де фенобарбитал ұйқының қалыпты құрылымын көп мөлшерде бұзады. Және организмде кумуляцияға ұшырайды. Мысалы, қалыпты ұйықта, және айттық, табиғи ұйықта баяу ұйқы мен тез ұйқы дұрыс алмасуы керек. Ал дәрілік берген кезде, дәрімен ұйықтатқан кезде ол полибом как табиғи ұйқы сияқты болмайды. Олардың фазалары бұзылады. Адам ұйықтайды, бірақ ол ұйқысы қанбайды дұрыс. Фенобарбиталдың жаңа мәселе осыған байланысты. Яғни ол қалыпты ұйықтан ерекше болады, бұл жерде ұйықтаған. Және кумуляцияға ұшырайды. Бұл организмде зиянды әсер етуіне жинала береді. Одан кейін бұның тағы бір ерекшелігі бұл қайта берілу феномені. Қайта берілу феномені ол барбитуратор тоқтатқан кезде пайда болады. Оның айқындылығы препараттардың мөлшеріне және қолдану мерзіміне байланысты болады. Бұл кезде тез ұйқының ұзақтығы компенсаторлы түрде белгілі уақыттан асып кетеді. Соның әсерінен қорқыныштар жиі оянуымен сипатталады. Яғни доғару синдромына ұқсас, бірақ бұл жерде қайта берілу феномен деп аталады. Мысалы, бірден барбитуратор тоқтатса, осы кезде негізі барбитуратор тез ұйқын азайтады. Әрдайым азайтады. Ұйықтаған кезде тез ұйқының мөлшерін азайтады. Мысалы, 20-25% болса, барбитуратор берген кезде ол
қалып мөлшерінен азаяды. Сол үшін адамның ұйқысы қанбайды. Ал біз оларды бірден тоқтатқан кезде тез ұйқының мөлшері бірден артып кетеді дағыны, олар көп түс көреді, және оларда көп қорқыныш болады, жиі ояну болады. Осының барлығы қайта берілу феномені деп аталады. Одан кейін барбитураттарды бірнеше рет қолданғанда ол толеранттылық дамиды. Бұл гепатиттердегі микросомалық ферменттердің индукциялануына байланысты, яғни бейімдеушілік дамиды. Уже біз басында 550 миллиграмм бердік па, енгізілген түрде 55-60 миллиграмм беруіміз керек ұйықтату үшін. Одан кейін микросомалық ферменттердің индукциялануы ішуге арналған антикоагулянттардың, глюкокортикоидтардың, бутадионның метаболизмін жылдамдатады. Сондықтан бұл дәрілердің белсенділігін түсіп кетеді. Яғни біз осы дәрілермен, барбитураттар мен глюкокортикоидтарды мысалы қосып беретін болсақ, олар басынық қан арқылы бауырға келеді. Ал бауырда және барбитураттардың ерекшелігі микросомалық ферменттерді индукциялап тастайды, яғни тежеп тастайды. Соның әсерінен глюкокортикоидтардың әсері түсіп кетеді. Одан потенциалдаушы әсер көрсетеді. Потенциалдаушы әсер ол белгілі бір препараттармен қосып қолданған кезде олардың әсер ету механизмін күшейтеді. Мысалы, алкогольмен өзара әрекеттесіп оның әсерін күшейтеді. Немесе антигистамин заттармен, транквилизаторлармен қосылу арқылы олардың әсерін күшейтеді. Одан кейін барбитураттарға тәуелділік дамиды. Психикалық және физикалық тәуелділік дамиды, яғни соны ішпесе адам уже ұйықтай алмайтын болып қалады. Соның барлығы тәуелділікке алып келеді. Одан кейін сонымен тағы да қосымша жаңа мәселелері, ол бүкіліне болатын, бүкіл препараттарда болатын қозу, бас ауруы, құсу, бұлшықеттердің ауру сезімі, аллергиялық реакциялар, анемия жатады. Так, жалғастырайық. Одан кейін екіншісі топ бұл бензодиазепин туындылары. Бензодиазепин және бензодиазепин тәрізділер деп бөлінеді. Бұлардың әсер ету механизмі жәйіндегі ұқсас, бірақ бұл арнайы бір сүтбірліктерге әсер етеді. Гамма-аминомай қышқылындағы арнайы олар сүтбірліктен тұрады. 5 сүтбірліктен тұрады: альфа, бета, гамма, дельта тәрізді. Соның ішіндегі гамма мен альфа сүтбірлігімен ол бензодиазепин комплексін құрайды. Осы комплекс арнайы рецепторларға әсер етеді. Осыдан кейін гамма-аминомай альфа және бета сүтбірліктердің сезімталдығын арттырады. Осы сезімталдықты арттырғаннан кейін хлор каналдары ашылады. Хлор каналдарының ашылу жоғарылайды. Осыдан гиперполяризация болады. Бұл мидағы постсинапстық мембраналардағы тежеуші әсер көрсетеді. Бұл да және дәл бензодиазепин барбитураттарға әсер ұқсас. Бұл да гамма-аминомай қышқылдарын жоғарылатады. Соның әсерінен хлор каналдары ашылады. Хлор каналдары ашылғандықтан орталық жүйке жүйесіне тежеуші әсер береді. Қолдану көрсетілімдері. Бұлардың қолдану көрсетілімдері ұйқының бұзылуы кезінде, әсіресе жоғары психоэмоционалдық күйзеліс салдарынан адам ұйықтай алмай қалады. Қатты бір эмоция алған кезде, қорыққан кезінде адам ұйқысы бұзады. Сол кезде ең оңтайлы ұйықтау осы бензодиазепин таблеткалар болып саналады. Одан кейін анксиолитикалық әсер бар. Олар мазасыздыққа қарсы әрекет. Осыған байланысты бензодиазепиндер өте танымал. Олар қолдану жиілігі және дәріхана желісінде сұраныс бойынша аспириннен кейін екінші орында тұр. Көбінесе депрессия түскенде, стресске түскенде, мазасыздық болған кезде адамдар осы бензодиазепин дәрілерін көптеп ішеді. Одан кейін мазасыздық мінез-құлық бұзылыстарымен байланысты невроздар кезінде және де бұлар бензодиазепин әсер ету механизмі барбитураттарға ұқсас болғандықтан бұлардың да құрысуға қарсы белсенділігі бар. Яғни құрысулар кезінде де қолданылады. Яғни эпилепсия кезінде де қолданамыз. Жаңа мәселелері. Бұлардың жаңа мәселелері ұйқышылдық, реакцияның бұзылуы, эмоционалды немқұрайлылық, жүрістің бұзылуы. Бұларда да әсер болады, бірақ барбитураттарға қарағанда төмендеу.
бұл жерде тәуелділік қалыптасады. Негізінен бұл жерде психикалық тәуелділік қалыптасады. Ал жаңа айтқан барбитураттарда психикалық та және физикалық та тәуелділік қалыптасады. Ал бұл жерде тек қана негізінен психикалық тәуелділік қалыптасады. Одан кейін бұлшықет әлсіздігі орталық релаксацияның әсері жолының деңгейінде крикоидты бұлшықеттердің тонусын бұзады, яғни дұрыс импульстардың берілуін бұзады. Сондықтан да бұлшықеттердің әлсіздігі пайда болады. Одан кейін есте сақтау мен зейінді зақымдайды, оны төмендетеді. Бірден тоқтатқан жағдайда бұларда доғару синдромы бұларда да дамиды. Қарсы көрсеткіштері жүктілік кезінде, лактация кезінде, кәсіби қызметтің ерекшеліктеріне байланысты қарсы көрсететіндер бар. Мысалы, жүргізушілерге, мысалы, тез шешім қабылдау керек мамандықта істейтін адамдарға бұл бензодиазепин, барбитураттарды бермеген дұрыс. Өйткені жаңа айтқандай әсерден кейін әсер оларда пайда болады дағыны. Олар келесі күнде реакциясы дұрыс болмайды. Мысалы, жүргізушілерге беретін болсақ, зәртке қоясың. Мысалы, жүргізушілерге осы бензодиазепиннің дәрілерін беретін болсақ, олар ертесі күнінде уже ұйқысы келіп мазасыздықпен жүруі мүмкін. Ол өте қауіпті. Сондықтан да осындай адамдарға, мысалы, хирургтарға беруге болмайды. Одан кейін бензодиазепиндердің антагонисті болып, осы бензодиазепиндермен уланған жағдайда флумазенил препарат беріледі. Осыны есте сақтаңыздар, бұлар осы препарат сіздерге ситуациялық есепте келеді. Енді және айттық, бұл бензодиазепин туындыларына нитразепам, диазепам препараттар жатады. Осы нитразепам ұйықтататын дәрі ретінде қолданылғанда барбитураттардан артықшылығы қандай? Біріншіден, таблетканы қабылдаған соң әсері 20-30 минуттан кейін әсер байқалады. Ал барбитураттарда жаңа айтқандай 50-60 минуттан кейін басталады. Ал ұйықтататын әсері 6-8 сағатқа созылады. Және терапиялық кеңдігі жоғары, сондықтан улылығы төмен. Алдында терапиялық кеңдік туралы айттық. Мысалы, ол терапиялық кеңдіктеріміз ең аз дозада берілетін табалдырық дозасы мен токсикалық дозаның аралығы терапиялық кеңдік деп аталады. Осы терапиялық кеңдік нитразепамдарда барбитураттарға қарағанда көбірек, сондықтан да олардың улылығы төмен болады. Және барбитураттарға қарағанда ұйқы құрылымын аз дәрежеде өзгертеді. Яғни барбитураттар тез ұйқыны төмендетіп тастаса, олар тез ұйқыны қатты төмендетпейді. Және нитразепамнан ұйықтаған адамның ұйқысы барбитураттарға қарағанда беткейлі және әсерден кейін әсер қатты байқалмайды. Одан кейін бауырдың микросомалық ферменттерін көп индукцияламайды. Жаңа айттық, барбитураттар бауырдағы ферменттерді көп индукциялап тастайды, ал нитразепамдар олардың әсері жоқ. Басқа препараттармен аз әрекеттеседі. Алайда барбитураттар сияқты наркоз тудыратын дәрілердің этил спиртінің және наркотиктік аналгетиктердің әсерін ұзартуы және күшейтуі мүмкін. Барбитураттарға қарағанда нитразепамға тәуелділік сирек дамиды. Одан кейінгі топ бізде циклопиралонның туындылары. Циклопиралонның туындылары оған цепиклон жатады. Цепиклонның да әсер ету механизмі бензодиазепин мен барбитураттарға ұқсас. Ол да бензодиазепин барбитурат рецепторлары кешенімен әрекет етеді. Бірақ олардың ерекшелігі арнайы бір селективті ғана әсер етеді. Яғни олар, мысалы, барбитураттар, бензодиазепиндер орталық жүйесін көбірек тежейді. Ал циклопиралондар, олар тек қана әсері ұйықтататын әсер көрсетеді көбінесе. Ұйықтататын әсер тез дамиды, 20-30 минут ішінде дамиды. Яғни нитразепамға ұқсас
ұйықтататын әсері, және ұзақтығы бұнда 6-8 сағатқа дейін созылады. Түнгі ояту санын азайтады. Тез ұйқы ұзақтығына әсер етпейді. Басты ерекшелігі осы тез ұйқы ұзақтығына әсер етпейді. Және және де қайтару феномені әлсіз көрінеді. Әсерден кейін әсер өте әлсіз, яғни ә, жаңа айтқандай, мысалы былай кетті. Бірінші жанама әсер бойынша барбитураттар барбитураттар одан бензодиазепиндер, одан кейін бар осы циклопиролондар. Яғни бұл жанама әсері бойынша да осындай. Яғни ең көп жанама әсері ол барбитураттарда, одан кейін бензодиазепиндерде, одан кейін барып циклопиролондарда. Осы циклопиролондар, оның ерекше жанама әсері бар, оны қазір айтып өтемін. Бұлардың ерекше жанама әсері бас айналуы, бас ауруы, көңіл күйдің төмендеуі және ауыздағы металл дәмі. Осы сіздерге сұрақ болып келеді. Осы циклопиролон туындыларының жанама әсері деген кезде міндетті түрде ауыздағы ішкен кезде ауызға бір металлдың дәмі келеді. Қалған қарсы жағдайлары жаңағы бензодиазепин сияқты соған ұқсас. Именно одан кейін соңғы бізде зальпиде. Бұның да механизмі бензодиазепин рецепторларына әсер етеді. Бірақ осы зальпиди мен запиконның ерекшелігі тек қана селективті әсер етеді. Сондықтан да бұлардың жанама әсерлері аз. Айқын ұйықтататын және седативті әсер бар. Ұйқы фазаларына бұл аз әсер етеді. Жеңіл анксиолитикалық босаңсытқыш және құртуға қарсы әсері бар. Жадты азайтады. Сонымен қатар әсер ету механизмі дәл сондай. Жанама әсерлері бұныңкі аллергиялық реакциялар, артериялық гипотензия, диспепсиялық құбылыстар, күндізгі ұйқышылдық, қозу және галлюцинациялар болуы мүмкін. Атаксия, бензодиазепин сияқты жағдайларға қарсы көрсеткіштері осы бензодиазепин тәрізді. Қарсы көрсетілімдері жүктілік, ішек пен қуықтың атониясы, одан кейін 15 жасқа дейінгі балаларға бұл осы циклопиролон туындыларын беруге болмайды. Бізде одан кейін соңғы ұйықтататын дәрі бұл мелатонин, эпифиз гормонының препарат болып табылады. Бұл қалыпты жағдайда бөлініп отырады. Егер организмде дұрыс ұйқы болмаса, мысалы ұзаққа созылған сапарлар кезінде немесе әуе саяхат кезінде адамның